İmam. Kettil aqtol tыңдамайт неге бейдім ішіне бейсұрайт неге ол қыз. Ана төбесін амай тик кетпесін, төбесін амай тик кетпесін. Бол. Газды өңгеш шақпыш, мен жерден өсе слайын, Әкесі оның қолы, ағылынан шешесі оның орайды. Неге сол бір қыз бізге болда. Кешіріңіз кедергі жасам. Не? Көмегіңіз керек болып тұр, өтініш, көмектесіңізші. Кетші ақшы жоқ. Yok, akşa емес mağan. Көмектесіңізші, өтініш, көмегіңіз керек болып тұр, өте. Проблема болды, аяғы барсам айтатын мешітке бар дейді, мешітте көмектесе деп отыр, мешітте деп отыр. Сотқа барып айтым, шеше алмаймын дейді, әлі проблема қырғым болып отыр дейді. Шешпеңізші дедім, полицияға барсам шеше алмаймын дейді, ЗАГСқа барып айтым, шеше алмаймын дейді. Өтініш, көмектесіңізші. Или жыла, или айт. Екеуі бірге келіп отыр ғой мына жермен. Айтсаң кішкене айтып алайын, сосын жылайсың деп айтсайын мына жеріңе. Айтып жатырмын ғой, проблема болып жатыр деп Не, асықпайды, болды. Жігітсің ғой. Болды. Кім деген, кім? Бабай! Жаның шарам сен, бабай? Жаман бабай. Алла, Бұты кісінап қой, шамшы. Болды. Түсінбей тұрса просто, проблема болып жатыр. Не болды, не? Ай, жайлап айтшы. Үйде проблема көп дейді. Аше, су кетті, арам су кетті, жылу жоқ үйді. Барғың келмейді, проблема болып жатыр. Не болды, жылу үшін жылап? Шешеміз ғой. Қай район? Әуезовский, Бостандықский. Бостандықский да ол, базардың жанында. Так, о жақта жылу нормальный ғой. Қашан басталды? Кеше кешкісін телевизор көріп отқан басылып, проблема басылып кетті. Постепенно бірден суыды ма? Бірден ғой кеше аяғысынан. Неше жыл болды тұрып атқандарыңа? 12 жыл болды тұрып отқан. 12 жыл? 12 жыл болды. Ескірген ғой онда? Жоқ, нормальный ол. Ескірген ауыстырып таста. Қалай ауыстырасың ол? Ол саған жылу бермейді, 12 жыл болғанда не білесің ба? Шіріп тұрған бітеліп қалған қалай жылдат сені? Нормально, елдер мәңгі бақы өмір жүріп отыр ғой. Қазір выбор көп шықты, ауыстырып таста любой. Не алдайсың? Немецкий бар, білесің ба? Қой же қазақпен тұрамай атқан, неміспен қалай тұрамын мен? Анауың жіндекен ғой, сен біреуіне болады проблема, ал төртеуін ауыстырдың ғой мен? Саған болады да, конечно. Төртеумен қалай тұрамын мен оны? Ол қымбат десең, белорусский бар, нормальный качество. Майкымен жатасың үйде. Сен дұрыс түспей дұрысы бараса, ортада бала бар ғой бараса. Ертең бала қай қалады? Анда, мында. Ертең бала бала емес ба? Қай жерден кетіп қалдым мен? Отоплениядан балаң бар ма? Қайдағы отопление? Енді не айтып тұрсың, айналайын-ау, түсіндірші, не бала ол? Ортамызда бала бар деп тұрмын ғой саған. Кім мен кімнің ортасындағы бала? Әйеліміз екеуміз ортамызда бала бар деп тұрмын ғой, проблема болып жатыр деп отырмыз, айтып тұрмын ғой. Бола берсін, ол при чем тут? Сен маған жылу жоқ деген жоқсың ба, мен саған үйдегі отоплениядан ауызды шіріп кеткен деп тұрған жоқпын ба? Мен отоплениеден ауыстырсам, әйеліміз екеуміз бақты өмір сүреміз ба не? Мен қайдан білейін оны? Ондай семейный проблемам имамға айтсайшы бар. Енді имам деп кеп тұрмын ғой, саған айтып отырмын ғой. О жерде бас имам деді ғой сені. Ох, ё. Сантехникпін мен. Қайда сантехник, юзкиде ма не? Новый стиль. Подвалдарда көп жүреміз. Сантехник деп жаз қоймайсың ба? Имам сантехник деп қоймайсың ба? Адам бәрі жағады. Айналайын-ау, өзің логически келіп ойланбайсың ба сен? Мешітке кіріп келгенде қандай имамды көрдің? Кетті лақты қол деп жүрген, а? Айтшы маған. Мен қайдан білейін сен? Ішіп пысқан имам шығар деп отырмын ғой. Мешайт етпейін деп қарап тұрмын саған. Имам ішіп пысса Құран оқымай ма? Қанайын өлең тыңдап жүре ме не? Уақытың бәрін алып нервыма тие бер. Өзің ғой, кеп айтпайсың ба? Өзің ғой. Сен әйелің дұрыс істеген, сенде еркек қуып жіберу керек үйден. Тұрмау керек сенде еркекпен, мияу.